Қайырлы күн менің оқырмандарым, қал жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Басты байлық, денсаулықтарыңыз қалай, жақсы ма? Жаздың да міне бірінші ай өтіп кетті. Денсаулықтарды қалай, нығайтып жатсыздар ма? Таза ауа аязына шығып жатсыңдар ма? Кеше бір оқырман жазып жіберіпті, апай, дұға тілеп жіберіңізші, жазға демалуға Алматы жаққа билет алдым. Жазда жер көріңіздер, ел көріңіздер, аралаңыздар. Жер көрген сайын, ел көрген сайын кругозорлар адамның кеңейеді. Сондықтан жаз өте қолайлы, тиімді уақыт. Тау тасқа барып, көлдерге барып, солай демалып, шамалы жер көрген бәрімізге де пайдалы. Сондай маған ақпарат келді. Барыңыздар, жер көріңіздер. Әсіресе біз әйел адамдар көп жерді аралауымыз керек. Біз бала тәрбиесіне жауап бергесін, сондықтан біздің де кругозорымыз кеңдеу болу керек. Сондықтан жер көріңіздер, аралаңыздар, денсаулықты нығайтыңыздар. Әр отбасы кішкентай мемлекет дегендей, сондықтан тәрбиеде тал бесіктен басталады дегендей, сондықтан көп зат әйел адамға байланысты. Кеше жақында 29 күні Жұбановта диплом табыстау күні болды. Білім ордасына мен де бардым. Көп халықтың қарасы жиналды. Өте энергия мықты болды жерде. Біз пространствомен жұмыс істегесін, энергиямен жұмыс істегесін көрдік. Балалар сондай ақпарат сияқты, жаңағы диплом алып жатқан балалар сондай таза, 4 жыл білім сусындаған жерден диплом алып шығып, балалар өте қуанышты, қуаныштар, эмоциялары тасып тұр. Ата-аналар да, әже, ата, көп ата-аналар келіп құттықтап, гүл шоғын, ақшамен букет жасап келіп жатыр, қуаныштарымен бөлісіп. Мұғалімдер, ұстаздар шығып жатыр. Сол лек, ұстаз болуға, ұстаз білім беруге жалықпасын, ұстаз болыңыздар. Ақжол балалар, сіздерге дипломдарыңа адал қызмет жасаңдар. Балаларға білім беруге жалықпаңдар. Қанаттарың талмасын. Биіктен көріне беріңіздер. Дипломмен адалынан жейтін ұстаз болуға, мен тілекшімін. Өмірдің бәрі бірінші ұстаздан басталады. Балаға тәрбие беруге, білім беруге, соны жалықпаңдар, ізденісте болыңдар. Бір оқырманым жазыпты, апай, балаларымыз ендіға барайын деп жатыр, дұға тілеп жіберіңізші деп. Енді кеше бір 4-5 оқырманның балалары ендідан жақсы бал алып жатыр. Қуаныштымын, енді грант иегері болсын. Енді тапсырайын деп жатқан балаларыма тілейтінім жақсы бал алып, грант иегері болып, жақсы мамандыққа түсуге Алла нәсіп етсін. Оқу бітіріп жатып, магистратураға түсейін деп жатқан оқырмандарымда балалары бар, соған дайындалып жатыр. Сол жақсы бал алып, грант иегері болып, магистратураға түсіп, білімдеріңді шыңдай беріңіздер. Біздерге білімді ұрпақ, білімді білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады дегендей. Сондықтан біздерге білімді ұрпақ керек. Бәрімізде сондай білімді ұрпақ тәрбиелеуге Алла тағала бәрімізге нәсіп етсін. Аспанымыз ашық болсын, аспанымыздан бұлт жаумасын. Жақсы, тыныш мемлекетте өмір сүруге Алла тағала нәсіп етсін. Тағы да мына жазда тынығайын деп жатқан адамдарға тілейтінім, жақсы барып демалып, денені да шынықтырып, рухани да азық алып келуге мен сіздерге тіледім. Аспанымыз ашық болсын, ортамыз көбейе берсін, аспанымыздан бұлт жаумасын. Тек қана егін егіп жатқан адамдардың егіндері бітік шықсын. Аспанымыз ашық болсын.
тек қана жақсы күндерде кездесе берейік, тағы да грант иегерлеріміз көп болсын, ендідан жақсы бала алып, балаларымыз бізді қуанта берсін. Балалар біздің болашағымыз. Тағы да маған подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Жақсы күніміз көп болсын. Әумин.